Енді аса жаңа не айтуға болады? Жаңа жылдағы жаңа тілек осы біріншіден ауыз бірлік ел болуымыз керек. Еліміз нығая берсін. Мынау басталған реформалар президенттің ойлаған бәрі орнына түссін. Ол енді саяси жағынан алсақ. Ал мына біздің бүгін өзіңіз қатынастыңыз. Бүгін мынау 24 жыл, 24-ші рет біз осы курсанттар шығарып отырмыз. Олар бүгін офицер болды, лейтенант болды. Армияда оларды күтеді, бізді әлі жетпейді. Бірақ бұның барлығы ойланған программамен шығып жатыр. Ойланған программамен осы 1-2 жылдың ішінде өзіміздің жігіттер мен қамтамасыз етеміз армияны. Ол әлгі бүгін оқу бітірушілерге қандай тілек айтасыз? Кризис деген 1-2 жылдасын бітеді. Бұл оқушыларға, шыққан лейтенанттарға тілек біріншіден тоқтамау керек, өзінің училище бітірдік, енді барлығын білеміз деп. Сол қай уақытта болсын жалғастырып өзінің сол знаниясын. Ал екіншіден сол солдаттарға жақын тұру керек. Қамқорлық, күні де, түні де солдаттарға қамқорлық жасаса, бірге жүрсе, қай уақытта болсын халықпен бір болсақ, жетістікке жетеміз. Ал енді бізді көріп отырған қалың көпшілікке жаңа жылға қандай тілегіңіз бар? Елімізге тілек 96 жылы жақсы жыл болсын, еңбектер өнсін, ойлағандарына жетсін, денсаушылық. Сол. Рахмет, аға. Рахмет. День выпускников провожаем. Вы с каким самочувствием провожаете очередных выпускников? Ну что, во-первых, я, безусловно, вспоминаю свой выпуск из училища. И сегодня, конечно, я могу понять атмосферу и настроение этих выпускников. Но это чисто по-человечески, чисто эмоционально. Но и с другой стороны, конечно, я этот день воспринимаю как будущность вооруженных сил, ибо именно они, эти люди, которые придут сегодня в войска, они будут, в общем-то, реализовывать то, о чем мы договорились, какие цели, вернее, себе поставили с точки зрения перспектив вооруженных сил, работы над новым качеством вооруженных сил. Поэтому я связываю с ними очень большое будущее вооруженных сил Казахстана. Вот какие пожелания? Вот Новый год приближается, вот на новогодний праздник. Ну что новогодний праздник? Я, во-первых, хочу передать поздравления всему личному составу вооруженных сил Республики Казахстан и членам их семей. Пожелать, чтобы 96-й год был годом действительно качественных изменений вооруженных сил, чтобы и социальная база, и условия жизни и службы людей в погонах, и тех, кто с ними по жизни идет, улучшались. У нас армия и народ едины. Который смотрит нашим зрителям, какие пожелания у вас? Ну, к нашим зрителям какие? Быть более терпеливы и понимать, что все равно свойство человека стремиться к лучшему, все равно оно, я думаю, преодолеет те проблемы, которые сегодня стоят перед государством, и Казахстан будет процветающим, богатым государством. И для этого нам надо только хорошо работать, каждый на своем участке. Нам в вооруженных силах, а нашему народу на тех нивах, на тех заводах, где они трудятся, где работают интеллектуально, физически, потому что, в принципе, у нас для этого есть все. И самое главное, это у нас есть внутренняя стабильность в Республике Казахстан, которая является хорошей базой для того, чтобы двигаться вперед. Спасибо вам большое. Рахмет. Өте қуаныштымыз. Енді Құдай беріп 4 жыл өзімізді егемендігімізді алып, тәуелсіздігімізді алғаннан кейін кадрларды әскери қатарына өзіміз дайындап жатырмыз. Соған байланысты 92 жылдан бері 4-ші мынау дұрыстаған бір выпуск болды деп ойлаймын. Біріншіден, екіншіден бұл енді үкіметтің жұмысы деп ойлаймын, бәріміздің жұмысымыз, бәр халықтың жұмысымыз. Неге десеңіз, армияға да тәрбиеушілер керек, өзіміздің балаларымыз, өзіміздің жігіттеріміз. Ел қорғайтын жұмыс ең үлкен жұмыс қой. Соған байланысты. Үшіншіден айтарым, қуанышты, неге десеңіз, биыл
4 специальность, 4 мамандық болайын деп жатыр. Шығарғанымыз 4 мамандық. Енді білесіздер, танкистер, мотострелоктар, зембірікшілер, автомобилистер, соған байланысты. Әйтеуір енді бір тай өсіп келе жатып, енді 1-2 жылдасын мен ойлаймын, армияда кадрлар болады, өзіміздің кадрларымыз осылай толтырамыз деп ойлаймыз. Ал енді келе жатқан жаңа жылмен алдағы жаңа жылға қандай тілектеріңіз бар? Дұрыс, соны айтайын дегенім, елімізге, халқымызға, ағаларымызға, апаларымызға, қарындастарымызға, інілерімізге, осы елімізге тыныштық тілеп, аспанымыз ашық болсын деп ойлаймын. Соған байланысты рахмет.